5 қыркүйектегі жұма күнгі эфирімізді одан әрі жалғастырамыз. Баршаңызға бүгінгі күн тамаша қарқында өтсін деген тағы да тілегіміз бар, құрметті көрермендер. Ендеше біз сұхбаттасу айдарымыздың кезекті спикерлерімен, кезекті, яғни біздің қонақтарымызбен таныстырып отырайын өздеріңізді. Ендеше бүгінгі біздің студиямызда қонақта Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысы Айым Жұбатқан келіп отыр, және Айымның кураторы таныстырып отырайын Самал Талғатқызы, яғни Назарбаев зияткерлік мектебінің педагог ұйымдастырушы куратор екен. Қош келдіңіздер эфирімізге дегім келіп отыр. Қош көрдік. Көптеген сұрақтар қазір көкейде туындап отыр. Сондықтан өздеріңізге бірден сұрақ қояйын. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Енді бүгінгі күндеріңізді біздің эфирмен бастап отқандарыңызға тағы да алғысымызды білдіргіміз келеді. Олай болса, Айым өзінен бастайын. Жалпы мынау жақын арада өзіміз естіп отырық. Тамыз айында өткен жалпы мына олимпиада туралы, Грекияда өткен. Осы турасында қойғым келіп отыр. Жалпы мына Грекияда өткен финалда ең жалпы толқытқан сәт қандай болды? Жалпы қандай олимпиада өтті? Осы турасында толығымен мәлімет берсең. Осы жылдың тамыз айында экономика пәні бойынша халықаралық олимпиада өткен болатын. Сол олимпиада Грекия елінде Олимпия қаласында өтті. Жалпы олимпиада 3 кезеңнен тұрды, және менің ойымша ең толқытқан сәт сол нәтиженің мойындалуы, және өз есімімді экранда көрген мезет. Сол кезде өзіме деген мақтаныш сезімі, және де осы еңбектің ақталғаны өзіме қуаныш сыйлады. Еңбектің нәтижесін көру, енді әлбетте ол толқынысты сәт. Дұрыс. Жалпы енді мынау экономикаға алғаш қашан және не себепті қызыға бастадыңыз? Осы экономика турасында? Экономикаға мен осы 1 жылдай бойы сол саланы оқыдым. Және де ең түрткі болған жан мен үшін бұл менің ағам. Менің ағам былтыр халықаралық олимпиадада күміс иегер атанған болатын. Гонконгта өткен олимпиадада. Және де оның жетістігі мен үшін бір нақты бағдар болған секілді. Және де оның экономика саласын тартымды, қызықты тілмен түсіндіруі менің сол салаға деген қызығушылығымды арттырды. Және де өз бағымды сынайын деп, өз сол экономикаға деген құштарлығым ашылды. Қызығушылығы, Ал дайындық барысы қалай? Көп дайындалған шығарсыздар? Осы сәуір айында республикалық кезең өткен болатын. Сол сәуірден бастап жаз бойы интернет ресурстары және де координаторлардың сынақтар арқылы өзім дайындалған болатын. Ал енді Самал Талғатқызы, сізге де сұрақ қойып отырайыншы. Жалпы Айым үшін бұл олимпиаданың басты құндылығы неде деп ойлайсыз? Айым үшін куратор ретінде айтатын болсам, Айым үшін бұл олимпиаданың басты құндылығы ол мына мектеп қабырғасында алып жатқан білімін шет елде көрсету, өзінің білімін өзіне дәлелдеу, өзіне деген сенімінде болды деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден, Айым енді өзімнің қызым ғой, біз куратор болғандықтан, біз екінші анасындай болып кетеміз, әрдайым қасынан қолдау көрсетіп, әрдайым қасынан табылуға тырысамыз. Осы тұста Айымның экономика саласымен өзінің болашағын байланыстыратын білемін. Ол бір үлкен армандарының бірі. Сол себепті де сол арманына деген алғашқы қадамдары баспалдағы деп ойлаймын. Жалпы қай жастан бастап осы экономикаға қызыға бастадың? Енді қазір 12-ші сынып оқушысы? Қазір мен 16 жастамын. Қателеспесем 14-15 жасында ютубтан видеолар қарап, жалпы өзім кішкене оқи бастадым, бірақ жалпы дайындық осы жылы басталды. Жалпы қызығушылық, оның барлығы. Бәрекелді. Жалпы енді мына 130-дан астам қатысушының, жаңағы олимпиадаға қатысқан арасынан жүлдегер атануыңызға не себеп деп ойлайсыз, жалпы өзіңіз? Не түрткі болды? 130 адам қатысып отыр оның ішінде, соның ішінен жаңағыдай көрініп, енді оның үстінде Ақтөбе емес, өзіміздің еліміз емес, шетелден жүлдегер атанып отырсың. Не себепті деп ойлайсың? Не түрткі болды? Менің ойымша ол
талпыныс және өз-өзіме деген сенім. Сонымен қатар отбасымның және де мектеп қауымдастығының маған қолдауы және де жалпы дайындық процесі десем болады. Жалпы бұл олимпиадаға нархоз университеті ерекше атсалысқан болатын, және де оқушыларды дайындауда, іріктеуде үлкен республикалық кезең ұйымдастырған болатын. Және де сол нархоз университетінің координаторы маған үлкен көмек көрсетті. Жалпы дайындалуға, қандай материалдарды қолдануға, және жалпы осының барлығы менің ойымша мені осындай жеңіске жетеледі деп ойлаймын. Ең бастысы сүйіктісіне деген махаббат. Талпыныс, енді талпыныс мақсат ең бірінші ынта, осы іске деген махаббат қой, сүйіспеншілікпен жасау, соның барлығы менің ойымша нәтижесін береді. Ал енді Самал Талғатқызы, жалпы сіз қалай ойлайсыз? Сіздің ойыңызша осы халықаралық олимпиадаға қатысу оқушы үшін жалпы неліктен маңызды? Жоғарыда айтып кеткендей, өз білімін өзге елде қазақтың туын желбіретіп тұрып дәлелдеу. Және осы бізде Назарбаев зияткерлік мектептерінде, осы білім бағдарламасында, тәрбие бағдарламасында да біз оқушылардың бойына түрлі құндылықтарды сіңіруге тырысамыз. Ол құндылықтардың бірерін атап өтетін болсам, ол патриотизм, отансүйгіштік, адалдық өзіне деген, және жаһандық азамат болуға ұмтылу, және креативтілік. Міне осындай қасиеттер бойына осы мектеп қабырғасында біліммен, тәрбиемен қатар сіңген оқушы, ол міндетті түрде сол көшбасшылық, лидерлік қабілетін жалғыз кішкентай ғана қоғамда емес, үлкен шет елдерде де өзін дәлелдей алады деп ойлаймын. Сосын тәртіп, талап, ынта, және тағы да Назарбаев зияткерлік мектебінің тағы бір тұсы, құндылығы бойына сіңіретін, ол уақытты тиімді пайдалану. Енді бізде тайм менеджмент, әрдайым уақытты үнемді тиімді пайдалану арқылы сол мақсатқа ұмтылу арқылы жақсы нәтиже бере алады деп ойлаймын. Білімнің соңынан қуып жүр ғой енді. Тайм менеджментте барлығын тиімді пайдаланып, ешбір уақытын бос кетірмей, осы білім жолында. Назарбаев зияткерлік мектебінде оқудың өзі, ол мен ойымша оқушы үшін үлкен жетістік. Бұл басты жетістік. Жалпы енді мынау Айым, сенің ойынша осы қатысушы оқушылардың мұндай олимпиадаларға жалпы басты күші неде? Мына олимпиадалардың, оқушылардың мұндай олимпиадалардағы басты күші неде деп ойлайсың? Егер жалпы қатысушылар туралы айтатын болсам, менің ойымша ол жалпы академиялық дағдылардың жоғары болуы. Қазақстандық оқушылар. Бірақ қазақстандық оқушылар үшін менің ойымша ол өте берік математикалық база. Жалпы бірінші сыныптан бастап, менің ойымша Қазақстанда білім алатын оқушылардың жалпы математикаға деген қызығушылығы, сонымен қатар математикалық есептерді шығара алуы, менің ойымша әлемдік аренада белгілі бір артықшылық береді. Сонымен қатар біз жалпы көп тілді ортада өмір сүреміз. Біздің бағдарламамыз 3 тілде өтеді: ағылшын, орыс, қазақ тілі, және олимпиада жалпы ағылшын тілінде өтті. Және де сол ағылшын тілге деген біздің бейімделуіміз, және де ағылшын тілін жақсы меңгеруіміз біз үшін, менің ойымша, көп мүмкіндіктер берді деп ойлаймын. Олимпиада ағылшын тілінде өте отыр екен ғой. Бәрекелді. Бұл енді қиын болмаған сияқты саған, жалпы ағылшын тілінен де жақсы болып тұрсың ғой онда. Жалпы біздің мектепте көбінесе барлық сабақтар 70% ағылшын тілінде өтеді. Енді жалпы мынау өзің барып келген олимпиададағы экономика жөнінде дедің ғой. Бұны меңгеру үшін, бұны білу үшін неден бастау керек? Бұл қай салаға жақын? Қай пәнге жақын? Менің ойымша экономика саласы тек жалпы тәуелсіз сала емес, көптеген басқа салалармен тығыз байланысты. Тіпті күнделікті өмірмен де өте тығыз байланысты. Бірақ менің ойымша экономиканы жалпы жақсы меңгеру үшін география, математика пәнін дағдылану керек деп ойлаймын. Меңгеру керек. Жалпы жақсы. Ал енді Самал Талғатқызы, сізге осы олимпиада тәжірибесі балалардың білімінен бөлек қандай қасиеттерін дамытады деп ойлайсыз бұдан бөлек?
қандай қасиеттерін дамытады? Көшбасшылық қасиетін дамытады. Айтып өткендей. Сосын ізденушілік, ізденімпаздық. Балалар өз бетімен айым сөзінде тиек етіп отыр ғой. Өзім іздендім, интернет желілерінен қарадым деп, ол қазіргі міне жалындаған жастардың сол өз таңдаған болашағына деген, осы бастан көріп тұрған болашағына талпынысы. Сосын зерттеушілік қабілеті. Біздің мектепте де сол өте балаларға білім саласында, білім бағдарламасында, сонымен қатар жаңағы зерттеу жұмыстары, ғылыми жобалармен айналысатын оқушыларымыз көп. Сол себепті осы қасиеттер, жаңағыдай уақытты тиімді пайдалану, ізденімпаздық, зерттеуге деген құлшыныс, осы қасиеттер жетелейді деп ойлаймын, дамытады деп ойлаймын. Жалпы айым енді болашақта осы оқуды аяқтаған соң, жаңа жоғары оқу орнына түсу үшін осы қай мамандық бойынша енді біліміңді одан әрі жетілдірем деп ойлайсың? Менің ойымша болашақта мен қаржы және экономикамен астасқан белгілі бір саланы таңдаймын деп ойлаймын. Бірақ сонымен қатар сол мамандықтың адамдармен қарым-қатынасты талап ететін мамандық болуын қалаймын. Бірақ әзір белгілі бір нақты бір мамандыққа шешімге тоқталған жоқпын, бірақ сонда да экономикамен байланысатынына сенімдімін. Осы жөнінде болатын сияқты. Бәрекелді, енді 10 қадам тілегіміз келеді, болашақ өзіңдікі осындай нәтижеге, осы бастан нәтиже көрсетіп отырсын. Тек қана жақсылық тілейміз, алға шарықтау тілегім келеді. Ал жалпы енді Самат Талғатқызы, сіз енді айымның кураторы ретінде сұрайыншы, жалпы айым туралы тағы да не айта аласыз? Айым бізде өзіңіз жақсы білесіз. Иә, айым бізде мектебіміздің бетке ұстар, талантты, дарынды оқушыларының бірі және бірегейі. Айым өзіңіз куә болып отқан ол академиялық жетістіктермен қазір мақтанып отырсақ, оның тағы да бір басқа қырлары бар. Ол бізде сахнада айым жезтаңдай әнші, кештеріміздің жүргізушісі, және де былтыр мектебімізде ЮНЕСКО клубының президенті болды. Осы бойындағы барлық жақсы қасиеттері дарыған, сондай бір қазақтың намысшыл, жеңісті қолдан бермейтін, болашағы жарқын болатын, сондай бір өсіп келе жатқан қара домалақ қызы. Айымымызбен біз мақтанамыз, мектебіміздің мақтаншысы, сыныптастарының мақтаншысы, және ата-анасының, ұстаздарының үкілеген үмітін ақтап келіп отқан біздің айымымыз. Біз айымды жеңісімен тағы да құттықтаймыз. Енді бұл сіздер үшін үлкен құрмет, қошемет, жаңағы. Жалпы айым әмбебап екен сонда, бай қарап отырсаңыз. Әнші да, жаңағы көшбасшы да деп отырсыз, жалпы дұрыс. Ал енді мынау зияткерлік мектебі, Назарбаев зияткерлік мектебі 12-ші сынып, қай сыныптан аяқталады? 12-ші сыныптан аяқтайсың осы енді, бәрекелді. Ал енді тағы да қосып айтарларыңыз болса, уақыт шектеулі деген белге келіп жатыр, көптеген ақпараттар алдық. Бұндай дарынды оқушылар көп емес деп ойлаймын. Соның ішінде енді шет елге барып, қазағымыздың туын желбіретіп, осындай тамаша жетістікке жетіп отырған бізді қуантады. Бұл Ақтөбе халық үшін де, жалпы Қазақстан халық үшін де біз үшін үлкен жетістік. Тағы да алып қосарларыңыз болса, тілектеріңіз болса, міндетті түрде жаңағы жолдап қалыңыздар. Жақсы, рахмет, көп-көп. Осындай білімді, болашағымыздың, еліміздің болашағын жарқын ететін, егеменді еліміздің осындай әдемі ертеңін атыратын жастарымызды студияға шақырып, дәріптеп, құттықтап жатсыздар жеңісімен. Сіздерге алғыс білдіреміз. Көп-көп рахмет. Ендеше Самал Талғатқызы, енді сізде куратор көп болсын дейміз, осындай балдарымызды дайындап, оқушыларымызды үлкен жетістікке жеткізіп отырған бұл сіздердің де еншілеріңізде, сіздердің де көмектеріңіз. Сондықтан айым сияқты оқушыларымыз білімді, дарынды, көз ашық, көкірек ояу жастарымыз көп болсын дейміз. Айым өзіне сәтті қадам тілейміз. Алда уақытта болашақ сенікі, осы Қазақстан Республикасының туын одан сайын желбіретіп, бұдан да күшті жетістіктерге жете беруіне тілектестігімді білдіремін.
Көп рахмет. Сізге де көп рахмет айтқым келеді. Осындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін алғысым шексіз. Ал құрметті көрермендер, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сәл ғана жарнамалық үзіліс. Құрметті де қымбатты ақтөбеліктер, осыменен біздің бағдарламамыздың уақыты таяды. Алдағы күндері тілдескенше амандықта, саулықта болайық.